Бүгінгі естелік ұялы балық колхозына, ұялы балық заводына қарайтын малшылар туралы. Олар қыс айында балықшыларды жылым ауыз алуға пайдаланатын жылқы түйені бағып күткен. Ол жер атауы мал фермасы деп аталады. Теңіздің Қосшегенді жағындағы қарсы беті. Екеуінің арасын теңіз суы бөліп тұр. Аралары 5-6 шақырым. Осы күнгі Сатурн кемесінің қаңқасы тұрған аймақ. Арғы жағы құрлықпен шектесіп, Қызылқұм даласына ұласады. 1950-1960 аралығында ұялы балық колхозында 600-ге тарта жылқы, 300 бастай түйе болған. Ол кезеңде 1950-1964 жылдардың аралығында жылымшылар бригадасының алыстан аулаған балықтарын таситын 15-20 түйеден құралған караван атты керуен болды. Түйелер бір-бірімен тізбектеліп байланып, әрбір түйеге шана жегілді. Кемінде оған 2-3 тонна балық тиелетін. Ең басындағы түйеде бір адам болып, ауланған балықты ұялыдағы балық қабылдайтын жерге әкеліп өткізді. Балықшыларды арасында еппен қамтамасыз ету үшін қыс айында жылқы түйелерді арзан қылып, бағасын шығарып сойып беретін. Оны брак деп атады. 1968 жылы мал фермасы Бектау деген жерге көшіп келді. Себебі мал ішетін және жылқылар жаз айында сабаттап тұратын жер асты бұлақтарының үлкен көлдері болатын Бектауда. 1950-1960 жылдар аралығында ұялыдағы жылқышылар жаз айында теңізді сыр бойымен айналып, осы күнгі Арал ауданындағы Ақбай, Сапақ деген жерлерге үй ішімен көшіп келіп, Аралдағы мекемелерді шұбат қымызбен қамтамасыз етіп отырған. Ол кезеңде ферма меңгерушісі Әуесбай Лепес ағамыз болды. Түкірігі жерге түспейді. Арал қаласындағы барлық беделді адамдар шұбат алу үшін Лепес әкемізге жолығып, қолынан қағаз алғаннан кейін оларға шұбат беріліп отырған. Әкеміз соғыстан жаңа келген аға лейтенант, омырау орден медалға толы. Осы малшылардың ішінде Ағыбай Нұрымбет көзі қарақты, діни сауаты мол болған адам екен. Маңайындағы адамдарды имандылық жолына салуға ақыл кеңес беріп отырған және малшылар бір жерден екінші жерге көшу кезінде таза жын шайтаннан аулақ жерге көшті қондырып отырған. Өйткені ол кезде жылқышылар да түйешілер де үнемі көшіп қонып жүрген. Анау март айынан бастап ноябрь айына дейін. Бірде мынандай жағдай болған. Көшіп келе жатқанда 1962 жылы болу керек. Елеміс ағамыздың әйелінің аяғы ауыр екен. Адамдар жол жүріп шаршаған, бір жерге қонуға бекінеді. Ағыбай әкеміз оған келіспей, осы арада қозы көш жерде таза жер бар. Соған барып демалайық дейді. Бірақ түйедегі затта түсіріліп, от жағыла бастаған екен. Онда келін күнефаға қиын болатын болды ғой деп, ер адамдар түніменен кезектесіп ұйықтамасын дейді. Түнгі сағат 1-2 шамасында күнефа шешеміз толғақ қысып, жаны қиналады. Ол жерге Ағыбай әкеміз барайын десе, күнефа баласындай. Ақыры амалы қалмаған соң киіз үйдің туырдылығын көтеріп, сыртта тұрып, бір сүрені оқып бола берген кезде шырылдап жылаған баланың дауысы естілді. Ал Ағыбай әкеміздің үсті басын тер жауып кеткен деп айтып отыратын сол кездегі жылқышы Әби Алпысбайұлы. Бұл кісінің барлық балдары ұялыда ел халыққа қызмет жасады. Ағыбай әкеміздің